қайырлы күн. Бұл туризм саласының актуалды мәселелерін талқылайтын Саяхат Тайм подкасты. Өздеріңізбен мен Дана Шамсиддин, және де бүгінгі көтерілетін тақырып ауыл мәселесі. Нақтырақ айтсақ, ауылдағы туризм. Жалпы елімізде ауылдық туризмді әлі дамып жатқан, болмаса дамуды талап ететін сала ретінде қарастыруға болады. Себебі ауылда туризм саласын дамытуға барлық ресурс болғанымен біз оны әлі де қолдана алмай отырмыз. Оған не себеп, және де ауылда туризмді қалай дамытуға болады? Дәл осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін біз туризм саласының ең білікті мамандарын бүгін студиямызға шақырдық. Оларды өздеріңізбен алдымен таныстырып өтейін. Біздің бірінші қонақ Данияр Тоқтарбаев, ауыл аймақтарын тұрақты дамыту қоры өкілі. Данияр, қош келдіңіз. Келесі қонақ Алмас Сезербаев, Қазақстан агро және ауылдық туризм қауымдастығының вице-президенті. Алмас, қош келдіңіз. Жалпы бұл подкастты жазбай жатып, бізде әріптестерімізбен ұзақ талқыладық. Ауыл мәселесі қазақ үшін, жалпы Қазақстан елі үшін өте актуалды тақырыптардың бірі. Дәл қазір қалай ойлайсыздар, ауылда қандай мәселе бар, және де оны шешу үшін туризм қандай бір оң әсер ете алады? Ауылда айтатын болсақ, жалпы ауылдың мәселелері, жалпы ауылдың да түрлері болады. Ол Қазақстанның аймағына байланысты шығыс, батыс, оңтүстіктің, солтүстіктің ауылдардың жағдайы әртүрлі. Біз мен өзім жұмысым бабымен жиі ауылдарды аралаймын. Өзім ауылға көшіп кеттім. Соңғы 1,5 жыл болды, Астанадан ауылға көшіп бардым. Кішігірім қала. Соның өзінде де ауылдың жағдайын кейде өмірімізде де, былай жұмысымызда да байқап отырамыз. Әртүрлі болады. Бірақ менің ойымша ауылда енді былай ең басты негіздегі қажет нәрселердің бірі, ол біріншіден инфрақұрылым. Ол әрине ол жол, су, жылу, жарық, көшенің жарығы. Және де енді аймаққа байланысты қажет болса, мүмкіндік болса, ол әрине газ. Ол енді былай Маслоу пирамидасы дейді ғой, сол бойынша алатын болсақ, ең негізгі, ең төменгі деңгей. Одан кейінгі қажетті, біз жалпы өзіміздің жұмысымыздың барысымызда ауылдық тұрғындарға, ауылдың тұрғындарына сол ауылда қалуға, қалаға көшіп кетпеуге жағдай жасауға тырысамыз. Яғни қаламен тең болатындай. Олардың ең алғашқылардың бірі ол білім беру. Әрине ауылда тұрсаңыз, балаңыз жақсы білім алса, ол міндетті талап. Екіншіден денсаулық. Денсаулық сақтау саласы жақсы дамыған болса, бұл жаңағы егер инфрақұрылымнан кейін алатын болсақ, ол екінші деңгей. Одан кейін әрине ол жұмыс, ол дегеніміз өзіміздің мәдени саласындағы бір адамдарға бір шаралар өтіп жатса, ол келесі деңгей. Осындай 3 деңгей, ол ауылда сапалы жақсы өмір сүру үшін негізгі осы 3 деңгей менің ойымша басты болып саналады. Және де осы туризмді алатын болсақ, әрине егерде тұрғынның өзінің үйі болса, ол жерде жарық, жылу болса, туризммен айналысу ол жақсы мүмкіндік. Алмас, жаңа айттыңыз ғой маған, жастарды ауылда ұстап қалу, болмаса жастарды қайтадан ауылға тарту үшін де бізге туризм қажет деп. Міне көріп отырсыз ғой, Даниярдың өзі қаладан ауылға қайтып көшіп баруының себебінің өзі бір жұмыс, екінші себеп мүмкін туризмнің де септігі бар шығар. Қазір қалай ойлайсыз, туризмді ауылда дамыту үшін жастарға қандай бір ақпарат беру керек? Болмаса жастарды қалай тартамыз? Біріншіден ойлаймын, ауылдағы қазіргі жастар түсіне білу керек. Ауылға барса да осынша ақша таба алатынына, қаражат таба алатынына. Мына жақта мысалға айтқанда, мысал мен айтып отырайын, менде енді қазір ауылдық туризммен айналысып жүргендіктен ауылда көп жастарды көріп жатырмын. Қазір қайтып жатқан жастар да бар, оны көріп жүргенім. Кеше ғана біз Қатаркөл ауылында бөлдік. Сол жерде бір жас жанұя 5 сиыры бар екен. Ол да айтады да, бірінші келіп осы сиыр ауылға келген кезде, сиырды алған кезде түсінбедім дейді де, 3-ші күні түсіндім дейді. Ақша қолыма түскен күні түсіне бастадым дейді. Сиыр сауып сүт өткізетін күні 3-ші күні түсіне бастадым дейді. Қазір 7 сиырым бар. Бұл сиырларды ешқайда бармаймын, ешқайда көшпеймін дейді ана кісі жәнегідей. Өйткені тура қаладағы тауып жүрген қаражатты сол 7 сиыр арқасында тауып жатырмын дейді. Қазір мысал келтіре кетейін. Тағы да бір мысал ретінде келтіре кетсем, бізде
Торғай деген ауыл бар еді мына жерде, Ақмола облысы Ерейментау ауданында. Сол жерде апамыз бар, кішігірім бауырсақ пісіріп үйінде қонақ күтеді. Сол 2 жыл 1,5 жыл болды айналып жатқалы. Қазір ұлы барды көмектесуге. Өйткені қонақ көп келіп, қаладағы ұлын шақыртып алды. Қаладағы ұлы келіп, сол апа бауырсақ пісіріп үйінде аяқ киім тоқып келген туристарға соны сатып, сонымен күнін қаладағыдан артық күнін көріп жатыр қазір, табыс көріп жатыр десек болады. Ауылдық туризмнің ауыл адамдарына, ауылды тұрғылықты жерде қалуына қосымша табыс көзі ғой. Мысалы қазіргі кезде қосымша табыс көзі, басында айналысқан кезінде. Бірақ артынан туризм нақты табыс көзіне айланып жатқанда бар бізде, ондай да үлгілеріміз бар қазіргі кезде. Қалай айта кетсем болады, ең бірінші жастарға әлеуметтік қой. О жаққа барған кезде, жастар барған кезде, жәнегіде айтып отырмыз ғой, инфраструктура керек. Жастарға ең бірінші қазіргі жастарға интернет керек. Ауылда интернеті болса, ауылда онлайн жұмыс жасай алса, ол да бір ықпал берер еді ауылға көшіп барғанға, ауылдарға. Сіз жаңа айттыңыз, бір мысалы отбасы сиыр арқылы табыс табып отыр дедіңіз. Екіншісі мысалы үйінің алдында бауырсақ қуырып, жаңа келген қонақтарға оны сату арқылы ақша жасап отыр дедіңіз, иә? Жалпы туризмде, ауылдағы туризмде қандай туристік бизнестер ашуға болады? Және де оған мүмкін Даниярға көбірек бұл сұрақ қатысы бар шығар. Және мынандай бизнестің түрлеріне қаражат бөліне ме? Жаңа Алмастың сөзін тағы да бір қосымша толықтырып кетсем, жалпы егер біз жұмыстың яғни мына ауылды алатын болсақ, оның екі бағыты бар. Біріншіден ауылдағы тұратын адамдарға жағдай жасап, жұмыс қаражат көзін тауып беруде. Екіншіден ауылда тұрмайтын, бірақ ауылға көшем деген белгілі бір себептермен. Біреулер амалсыздан көшеді, біреулер өзінің сана сезімі соған жетіп көшеді, ауылға көшкім келеді деп өзінің сондай шешімімен көшетіндер болады. Екіншіден оларға сол жердегі жағдай жасап беру. Ал туризмді ауылдың өзі жалпы туризм ғой. Қазірдің өзінде көп ойлайды, ауылда туризм жасау үшін оған үлкен инфрақұрылым, ақша құю керек, оған жол жасау керек, оған үлкен анандай конгресс холлдар салу керек деген біздің жиі сондай максимализммен ауыратын жағдайларымыз болады. Менің ойымша жалпы ауылдың өзі қазіргі жағдайы ол туризм дамытуға жеткілікті. Себебі көбінде ауылға баратын ауылдық туризмді қажет ететін ол қаланың тұрғындары. Оларға ең қажеті сол ауылға келіп, ауылдың өмірін көріп, сол сиырын сауып, сол суын тасып, сол үйде тұрып, таңертең қуырылған өзінің тауық қорасынан алып келген жұмыртқасын қуырып жеп, міне осының өзі туризм болуы мүмкін. Мысал ретінде айтайын, мен өзім бұрын Шығыс Қазақстан облысында әкімшілікте жұмыста жүрген кезде туризм саласында бір турфирма келген болатын, шетелдік, әйел мен күйеуі Бельгияның тұрғыны, әйелі біздің қазақтың қызы, екеуі турфирма ашып біз жаққа қонаққа келген. Сол кезде біз оларды Ридер деген қаланың астында бір гостевый дама деген енді ауыл бар, сол жерде бір қонақ үйлер ашылған. Қонақ үй деген гостиница емес, бірден айтып кетейін деп басында. Поперечный қонақ үйлер деген гостевой дама. Орысша айтқанда. Сол жерге келіп, оларды біз бір күнге, біздің бағдарлама бойынша олар бір күн сол жерде қонып, өмірді көріп, біз ары қарай бағдарламамен оларды басқа жерге апару керек болатынбыз. Сол кезде біз ары қарай кетейік деген кезде ана жігіт жоқ, мен осыны қалайыншы деп қалды. Біз оны қалдырып 2-3 күнге, ол жерде телефон ұстамайды, связь жоқ. Біз 2-3 күннен кейін қайтып алып кетуге келдік. Сол кезде не істедің деп сұрасақ, ол өте қызық болды дейді. Айтып жатыр да әңгімесін. Одан кейін біз сол жердің үйінің иесінен сұрасақ, мыналарың қызық дейді. Ол келді де дейді, мен ақша төлеп отын жарып берейінші деп айтты дейді. Яғни үйдің иесіне мен сізге ақша төлейін, еще сіздің отыныңызды жарып берейінші деп айтты дейді. Су моншаға түсем деді дейді. Мен қазір күт мен моншаңды жағып беремін десем, жоқ, мен өзім араласайыншы деп, ол бірге су тасыды, бірге отын жарды. Міне осының барлығы да шетелдік азаматты қойып, біз қазірдің өзінде Астана, Алматы секілді немесе облыс орталықтарына алатын болсақ, үлкен қаланың тұрғынына ол деген оның өзі бір өмірінде жоқ нәрсе ғой. Ол келіп су тасып көру, қысқа аязда, өзеннен су таситын да мысалы ауылдар болады ғой. Соның өзінің оған деген бір қызықты болып көрінеді. Болмаса біз үшін қарапайым дүниелер шетел азаматтары үшін мүмкін бір
бір тың керемет бір нәрсе мысалға айтқан. Біз мен мысалға қазіргі кезде ауылға туристарды тасумен біз апта сайын 2 жыл болды айналысамыз. Нақты айтқанда қазақ ол шетел азаматтары дейміз ғой, шетел азаматтары емес, біздің қарапайым ауыл тұрғындарына да қазір қалада 90% ауыл тұрғындары тұрады, мысалға айтқанда. Солардың бәріне біз Қазақстан үлкен болғандықтан Астанада мысалға біз Астанада турлы тассақ, соның Астанадан шығатын туристардың 90% басқа өлкеде тұратындар. Және шығыста тұрады, Шымкент жақта тұрады дейміз, көшіп келген, бірақ олардың ауылдары алыс, бірақ ауылдарын сағынады, ауылға балаларын көрсеткісі келеді, ауылды бір естігісі келеді, балаларға көрсеткісі келеді. Біз осылай тұрғанбыз, осылай отын шапқанбыз деп. Сондай біз апарып жүрген туристер бір оқиға болған, және Макинка ауылынан біз Имантау ауылына бара жатқан кезде Макинкадан біреу кіріп анасын алды да кетіп барамыз. Анасы жол бойы бізге, мына балам жүрді, мен санаторийға апарып жатырмын десем, ауылға апарып жатыр ғой дейді, ауылдан алып ауылға апарып жатыр. Имантауға жеткенше және апамыз бізге әңгіме алып барды, сендер де қызықсыңдар, ауылға адамдарды апара ма, туристерді апара ма, мені сабалдыңдар деп қойды. Қайтқан кезде жол бойы батасын естіп қайттық қой, мына ауылда басқа тұрмыс екен ғой, тұрмысты көргенде қызық екен ғой ауылдық. Ауылдағы адам, апамыз өмір ауылда тұрған, басқа ауылға барып, басқадай дәстүрін көріп, о жақта татар диаспорасы тұрады, татарша тамақ ішіп, өлең айтқанын тыңдап, басқаша ауылға барып демалып қайтып, содан 2 күн жаттық, 2 күннен кейін келгенше рахметін айтып келді. Және апамыздың өзіне қызық. Мына жерде міне толықтырып кетейін, біз уже сен деп айтып кеттік қой да, Алмас. Міне Алмастың айтып отырғанда бір моментін белгілеп кетейін да, көбінде ауылда біз жалпы өз қазақ қалай өзі қонақ күтеміз ғой, өзіміз айтамыз, біз қонақ жаймыз дейміз. Құда келсе, құда емес, тіпті бір бүтін адам үйіңе бір жолаушы келсе, оны бір құдаңдай күтесің, оны аст үстінен түсіп. Бірақ ақшаға келген кезде біз қонақ күте алмай қаламыз. Бізде намыс. Мен ақша алмаймын. Неме ол, қайдан ол деген әңгіме басталады. Негізгі біздің кәдімгі қонақ күтуіміз, құда күтуіміз, жолаушыны күтуіміз, оның өзі туризмға айналдыруға болады. Яғни оның өзі бизнесқа айналдыруға болады. Оның өзі бизнесқа айналдыруға болады. Өйткені келген адамға менің жеген тамақ, бірақ оны дәл өзін тегін күткендей, бірақ ақшаға күтсең, міне нағыз туризм осы менің ойымша. Біз енді соны ауыл адамдарына насихаттап түсіндіріп жүрміз ғой қазіргі кезде. Шыны керек, бізде көбінесе енді ауылдық туризмда турист деген сөз жоқ, қонақ деген бар. Жәнегідей біз нақты айтқанда қонақ деп айтамыз. Ауылдың адамдарынан да қонақ күткенде енді қонақ. Өйткені олар турист десе бір шетелден келеді, Америкадан келеді, қазір сөйтіп ойлайды да. Қонақ деген бізде әлде ауыл тұрғындарында қалыптасқан қонақ, ол құдай қонақ. Жолаушы келсе құдай қонақ. Жәнегідей ақша алмайтындар да сол, ақша алмайтын себепкері де. Біріншіден біз көбінесе кедергі болатын ауылдағылар, бізде ауыл тұрғындары өзінің тұрмысынан ұялады да, соны қонақ қабылдағанда ұялады, көбі ұялады. Мен ол тұрмысты көбінесе осы орталық Қазақстанда байқап жүрмін. Және шығыс Қазақстан емес, Алматы облыстары емес, осы орталық Қазақстанда неғып екен қалыптасып қалған адамдарда көп өзінің тұрмысынан ұялады да, қабылдаймын, бірақ көктемнен. Бірақ содан кейін қабылдаймын. Үйге ремонт жасап алайын, қабылдаймын. Пешім жөндеп алайын. Сондай бір көп кедергілер бар да адам басындағы. Бірақ қазіргі кезде көбінесе көзі ашық қой, адамдардың интернет бар, апаларымыздың бәрі соцсетте отырады, сол жақсы болды. Көп ауылдарға интернет балы ауылдармен жұмыс жасаған жеңілірек, тезірек. Олар көбінесе шынымен 1-2 ролик көргесін қабылдауға болады екен ғой. Сон 1-2 басында сол ауылға бірлес турист апарып, сол туристар келіп, сол шынымен сол жәнегі апаның үйдегі отырған тамағын жеп, пирожкиін жеп дейміз ғой, есік алдында отырған күнбағыстардың қасынан фотоға түскеннен кейін олар көздері жетеді шынымен. Біз оларға түсіндір, ауыл адамдар әлі түсінбейді. Біздің қала тұрғындары ауылға барған кезде бір ғажайып әлемге кірген сияқты боламыз. Олар көбі түсін. Оларға күнделікті нәрсе ғой, мысалы, күнделікті көріп жүрген нәрсеміз бізге не қызық деген сияқты олар. Соларға мысал керек. Жаңағы Поперечканы айтып кеттік, Алмас екеуміз. Поперечка ауылында кезінде Еуроодақтың өкілдері келіп, сол жерден бірнеше үйді оқытып, негізгі жаңағы ремонт жағынан да айтатын болсақ, көбінде адамдарға керегі, біз өзіміз жұмысымызда да оны пайдаланамыз. Минимальный стандарт дейміз. Келген кезде суы болса, әрине, мүмкіндігінше дәретхана ішінде болса, болмаса сырттағы да болады. Ол ештеңе емес. Таза, ұқыпты болса болды. Ең бірінші тазалық. Одан артық қазіргі стандартқа қоюден артық деп ойлаймыз. Ешқандай қажет жоқ деп ойлаймыз. Суы болса болды, мысалға да, связь болмағанның өзі де ол кемшілік емес, ол кейде
керісінше оның артықшылығы болып саналады. Сондай адам поперечкада сондай жағдай болған, Евроодақтың өкілдері келіп соларға оқуын оқытып, оларға кішігірім қаражатын беріп, үйлеріне мысалға да душ қойдыртқанға мүмкіндігі барларға, немесе құбыр қазып одан су тартқанға үйлеріне сондайға дейін жеткізіп берді. Төсек жабдықтарын алуға ең бастысы, мысалы келген қонақтың өзінің бөлек төсек жабдығы болу керек. Сондай бірнеше үйге ақшасын беріп, оларды оқытып ашқан болатын. Бірақ алғашқы, мен сол кездерде барып жүргем, сол кезде алғашқы туристер келіп жүрген кездерде басқа үйлер түсінбейтін. Олар немесіне келіп жүр, қайдан келіп жүр, кімдер келіп жүр деп. Ол енді нағыз, ол енді бұрынғы староверлердің ауылы ғой да, орыс староверлердің ауылы. Ол жерде далада шошқа жатады, мына жерде мал жатады. Кәдімгідей мен өзім неше барған кезде есік алдында шошқа жатады. Оның өзі қызық, да. Бірақ басында басқа тұрғындар түсінбейтін. Мен бір келген кезде біз туристер тағы да алып келіп, бір кісілермен келген кезде қонақтарды алып келдік. Ол кезде біз енді қонақ күтіп жүрген кезіміз. Сол кезде бір ауылдың бір мас тұрғыны келіп бізге тиіскенде енді былай ұрып соғып емес, енді қайдан келдіңдер, кімсіңдер деп сондай неметкен кезде сол үйдің қасындағы көрші үйдің иесі шығып, тиіспе, бұлар қонақ, ауылдың қонағы, бұлар ақша алып келді, бұлар біздің жұмыс, бұлар біздің клиент деп сол кісіге айтып жатқан кезде мен түсіндім, мына адамдардың оның көзқарасы өзгере бастады. Яғни келген қонаққа деген көзқарасы. Қазіргі күні көрші үйлер бұған қарап, үйреніп, қаражатсыз қонақ күте бастады. Ол бір. Екіншіден, мысалға жаңағы айтып жатырмыз ғой, қонақ күту деген біздің өз қазағымызда ақша десек болды, біз намыстанып қаламыз. Тегін күтсек, ас үстінен күтеміз. Анада формальный болмау керек та, қарым-қатынас деген. Мысалға поперечкада қонақ келсе бір үйге, олардың ауылдың өзінің хоры бар. Әншілер, апалар, әжелер, 60-тан 70-тен асқандар, олар өздерінің ұлттық киімдерін киіп, кешке келіп, оның өзі қаражаты бар, мен ақысын есімде жоқ, определенный бір ақшасын төлейсің, ол келеді, кешке үйіңе келіп, мысалы біз шай ішіп отырған кезде алдыңа шығып, әндерін айтып береді, киімдерін көрсетеді. Оның өзі бір, яғни ол тек қана үйдің иесі емес, ақша тауып отырған. Үйлеріне қонақ күтпесе де, бірақ одан қосымша қаражат тауып отырған адамдар бар. Біз Поперечный ауылына үлкен ықпал берген. Ол және дұрыс айтасыз, дүние европалық мекеме ғой, және Евроодақ. Да, Евроодақтың. Олардың ауыл тұрғындарын Европаға апарып оқытып келгені, үлкен ықпал бергені. Бізде қазіргі кезде сондай өзіміздің Қазақстан ішінде ондай мекемелер жоқ. Жәнегі адамдарды, ауылдық туризммен айналып жатқан туризм адамдарды шетелге апарып, жәнегі нақтылап айналсам деген адамға барып, сол жақта практикасы мен теориясын үйретіп, бір аптада үйретіп алып келгені. Екі рет апарып келді ол адамдарды, олар көрді, Европада да нақты осындай ауылдар жұмыс жасайды екен ғой деп. Көзі ашылып істей бастады. Ол ең бір үлкен берген ықпал. Жәнегі Евроодақта әрине көп ақша бөлмесе де апарып оқытты, келгі осын кішігірім киімдерін алып берді, ұлттық киімдерін алып берді, тігіп болды, ықпал берді, орнан қозғап жерді, орнан кетті, қозғалып болды. Солайынан қазірді, мысалға айтқанда, бізде қазір үйретіп жатырмыз ғой, адамдарды барып үйретеміз, ол адамдарға фотоларды көрсетіп, міне нақты осы Қазақстандағы адамдар, өзіңіз секілді көрші ауылдың адамны, көрші ауылдың апасы осылай ақша тауып қонақ қабылдап жатыр деп ықпал береміз. Ал жәнегідей Евроодақтық сияқты бізде де бағдарлама болса, жылына тым болмағанда 10-20 адамды шетелге апартып, мысалға Белоруссия неше жыл болды ауылдық туризмнің бірінші орын алып келе жатыр Евроодақта. Бірінші орында келе жатыр. Сол тым болмаса Белоруссияға апарып келіп оқытатындай бағдарлама болса ғой, бір 3 жылда 30 адам апарып келсек, әлде 100 адам апарып келсек, ол ойлаймын ауылдық туризмге қатты бір ықпал береді. Біздің жалпы енді мақтанып кетейін. Ондай шетелде болмаса да, енді жалпы біз өзіміздің жұмысымызды жүргізетін 4 аймағымыз бар. Жалпы біздің үлкен мақсатымыз, үлкен өзіміздің арманымыз, Қазақстанда 165 ауылдық аймақ бар. Осы 165 ауылдық аймақта біз секілді қор болса, ол әр қор сол ауылдың ерекшелігіне байланысты оның стратегиясын жазып, оның дамуын ойластырып, соның дамуына үлесін қосса, ол бір жақсы болар еді. Бірақ қазіргі күнге біздің шамамыз жеткен 4 аймағымыз бар. Ол Ақмола облысы мен Шығыс Қазақстан облысы. Соның бір мысалы Катонқарағай ауданы, ол таза туризмнің аймағы. Катонқарағайда соңғы 8 жылдың ішінде біз алғаш кірген кезде, былтыр сол қор құрып сол жерде жұмысымыз бастаған кезде 8 жылдың ішінде халықтың жартысы көшіп кетті.
жыл сайын ауданнан халықтың 10% көшіп кетіп жатыр. Біз өзімізге 5 жылдық бағдарламаны жаздық. Осы 5 жылдың ішінде ауылдың тұрғындарының көшіп кетуін тоқтату деген өзімізге мақсат қойдық. Ең алғашқы негізгі біздің инструменттеріміздің бірі ол туризм. Өйткені ол жерде суық аймақ, таулы аймақ, ол жерде тіпті помидор мен қияр өспейді. Ол жерде ол жерде ауылдың тұрғындарына бір егін егіп басқа бір бизнес жасау қиын. Сондықтан біз негізгі өзіміздің арызды беріздеп негізгі туризмді алдық, бірақ туризмді нағыз осы ауылдық туризмді алған болатынбыз. Қазіргі өзінде біз өзіміздің таңдаған ауылдарымыз бар. Яғни біз онда түсіне білу керек, жалпы жұмыста бүкіл ауылды сақтап қалу мүмкін емес. Қазіргі өзінде ауылдың тұрғындарының саны азайып келеді. Оны белгілі бір саннан азайған кезде ол ауылды сақтап қалу қиын. Өйткені ол экономиканың заңдары ол жерде не дүкен аша алмайсың, не бір басқа бір мектеп жабылды, болды. Бала бітті, мектеп жабылды, бітті, ауыл жоқ. Мектеп жабылды ма, ауыл жоқ болды. Сондықтан біз әр ауданда өзінің опорлық негізгі опорный дейді ғой, қазақшасын ұмытып тұрмын, кешіріңіздер. Сондай ауылдар таңдаймыз. Мысалы 3 ауыл, 4 ауыл, 2 ауыл болуы мүмкін, ауданға байланысты. Сол ауылға көмегіміз көрсетеміз. Сол ауылдарды сақтап қалуға тырысамыз. Өйткені мықты бір ауыл болса, жанында ұсақ ауылдар жабылмайды. Оған келіп, мысалға, былай айтсақ, мысалға бір 10 ауыл бар ма, ортасында арасы бір 20-30 километрден аспайтын бір ортақ мықты ауыл болса, ол жерде жақсы мектеп болса, ол жерде жақсы больница болса, ол жерде жақсы мысалға өзге де бір қызметтер болса, көрші ауылдың тұрғындары жоқ дегенде бір жарты сағатта келіп өзіне керек қызметтерін алып кетеді. Баласын оқытуға жібереді, өздеріне ауырып қалса бір емін алады, жұмысын да сол жерден жасайды, саудасын да сол жерден жасауға болады. Сондықтан біздің өзімізде сондай белгілеген ауылдарымыз бар. Сондай ауылдарға көбінде бізде жалпы жаңа денсаулық больницаларға да көмектесеміз, мектептерге де көмектесеміз, бірақ тақырып туризм болғандықтан мен көбіне туризм туралы айтамын. Сондай ауылдардың қызметі бизнес ретінде біз негізінде туризмді алып отырмыз. Соңғы кезде біз бір ауылдан, Берел деген ауылдан, білсеңіздер, ол Берел қорғандары, алтын адам табылған аймақ. Соның жанында Берел деген ауыл бар. Сол ауылдың тұрғындарын менің әріптестерім енді көріп жатып ренжімесін, олардың жұмысынан айтып жатырмыз, бір қор болғандықтан айтып жатырмыз. Туризмде жұмыс істейтін бір жігітіміз бар, өзіміздің сол жерде қордың өкілі бар, екі азамат сол жерде сол ауылдың тұрғындарын оқытып, алдымен таңдадық, ол жерден 19 отбасы таңдадық ауылдан. Сол 19 отбасыны қазір үйретіп, ол жерге Алматыдан, Астанадан, Өскеменнен, жан-жақтан мамандарды алып келіп оқыттық. Оларға тіпті үйінің ішінде инвентаризация жасап бердік, яғни мынаны жөндемей қой, мына болады, мына төсек жабдығыңды ауыстыр, ананы істе, мынаны істе деп айттық. Бірақ осының барлығына біз өзіміз ақша береміз. Біз бердік, және де әкімшілік берді, акимат. Ол белгілі бір грант. Ол қайтарымсыз грант, яғни жартысын біз бердік, жартысын әкімдік берді. Сондай өзіміздің программамыз бар, бағдарламамыз. Бірақ сол ақшаға, мысалға, ол төсек жабдығын алу керек, ыдыс аяғын алу керек, яғни келген қонаққа енді сапалы қызмет көрсету үшін. Қосымша тіпті тамақ пісіруіне дейін үйреттік. Біз білсеңіздер, Мұхтар Тойбазаров деген кісі бар, соңғы кездері WhatsApp'та әйгілі болып кетті видеолар. Қазақша закуска, бешбармақтың түрлерін қазір істеп, ұлттық тамақты бүгінгі заманауи түрде жаңашаландырып көрсетіп жатқан кісі. Сол кісімен келісіп, ол кісінің де ауылға қатты жаны ашитын азамат. Сол өзінің бренд шеф-повар дейді. Енді ол кісіні көрсеңіздер, енді бір былайша айтқанда соғысқа барып келген адам секілді, үсті басы медаль. Өйткені ол көптеген сайыстарға қатысып, талай жерден жеңімпаз болған азамат. Соның өзі ауылдарды ол бір барып келді. Сол ауылдың тұрғындарының үйлерін көріп қайтты. Үйлерінде қандай жағдайы бар, қандай ыдыс аяғы бар, қандай техникасы барын көріп келді де, одан кейін бағдарламасын жазып, осы жақын арада барып, сол адамдарды өзінің қосымша поварларын алып оқытты. Бір аптадай оқытты, оларды қандай тамақ пісіру керек екенін, үйде қандай бір қызықты подача дейді ғой, мысалға жай ғана жұмыртқа қуыра салмай, оны қалай беруге болады, соның барлығы сондайға дейін ойластырып біз қазір үйретіп жатырмыз. Бірақ бұл жерде тағы да бір оның басқа жағы бар. Кейбір жалпы тек қана ол ауыл емес, жалпы ауылдарда тұрғындар болады. Неге сонда менің төсегіме басқа біреу жата ма? Сонда мен оған тамақ пісіру керек ма деген сондай азаматтар болады. Сондай мысалдың ретінде бір айтып кетейін, айтпақшы, бір қонақтарымыз келіп, біздің бір блогер бар, одан кейін Әлшер Елікбаев деген блогер бар, жарты айтып қойын, тағы да көріп жатып ренжімесін. Қанат Бейсекеев деген документалист, видеорежиссер бар, сол екеуі келіп, біз Катонқарағайға бір алып барып, Рахман Қайдарын апарып бір видео материал түсірген болатынбыз, жарнамалық. Содан қайтып келе жатқан кезде жолда басқа бір ауылда, бір кішігірім бір ауылдың шетінде бір әжеміз шелпек қуырып отыр. Шелпек қуырып отыр да, біз ана кісілер тоқтатып, Данияр,
шелпек жегіміз келіп тұр, нағыз иісі аңқып тұр, жаңадан пісіріліп жатқан шелпек, соны алып кеш деп. Жақсы деп біз тоқтаттық. Енді ол жерде банкомат жоқ, ештеңе жоқ, қалтамызда мына жағыма 500 теңгем салдым, мына жаққа 2000, 5000 әртүрлі ақшамды салып алдым да шықтым. Сол жерге келдім. Енді ол кісі бір 50-60 жастағы шамалас кісі екен. Қасына келіп, үлкен қып қуырып қойыпты, көп шелпек. Қасына келдім де, апай, осылай сәлеметсіз бе? Жолаушы едік, міне жанымызда қонақтарымыз бар еді. Ренжімесеңіз бір шелпегіңізді сатып алсам бола ма, бір шелпек деп. Ол кісі енді ұқпайды маған не керек екен. Ол маған қарайды, нақты айтқан сөздер есімде жоқ, басымды қатырмашы дегендей қылып айтып тұр да, мен саған не керек, мен үй ішіме, бала шағама шелпек пісіріп жатырмын деп. Мен айтамын, апа, енді ақшасын беремін, ақысын өзіңіз айтыңыз қанша болады. Қонақтарымыз да артыма қарап қойып, екеуі забордың ар жағында қарап қояды, балам, мен айтамын, қазір бала. Ана кісі бермейді. Мен айтамын, апай, қонақ, мен барып қайта алмаймын. Біздің қонақ жайлылығымыз ғой, мен қалай айтамын, басқа аймақтан келіп тұрған азаматтар, оларға айтуым керек, міне шелпекті беріңізші дедім, бермейді. Үйде уже үйден бір 5-6 мынандай кішкентай балалар жүгіріп шықты. Шу болып кетті ана жер. Баршы дейміз, басым қатырмаш деп. Ана кісі менімен ұрысып жатыр. Содан кейін үйден бір үлкен әже шықты. Қария шықты, ол кісі не болып қалды деді ана кісіге. Мынау басым қатырып шелпек сұрап тұр ма, бірдеңе сұрап тұр деді. Анау енді қызым екен, келінім екен, жолаушы, қолын қайтарма, бер деді. Мен айттым, апай, ақшасын беремін. Ақшаң керек жоқ деді де. Ана майда қуырылып жатқан шелпекті алды да қолыма бүйтіп бере қалды, анау ыстық күйінде. Қолым күйгенде мен ана шелпекті алған кейін жүгірдім. Жүгіріп келіп үшеуміз аны бөліп, жағанталап ыстық қойын бөліп соны жеп жатырмыз. Ол кісі, бұл жерде екі момент бар, біріншіден, мысалға ауыл тұрғынына біздің турист екеніміз, бізге ана қуырып жатқан қарапайым шелпегін сатып алып жеудің өзі бір бақыт болып тұр сол жерде. Оны оған түсіну қиын болып тұр. Өйткені онда қарапайым өзінің күнделікті істеп жатқан ісі, оған біздің не істеп, не қойып жүріп, мынау еріккендер не істеп жүр деген өзінің ойы бар, бірақ оның өзі бір, мысалы, ол жерден күнде қанша машина өтеді, оның өзі бір бизнес болуы мүмкін. Ол кісінің оны түсінді ме, түсінбеді ме, енді ол кісінің тарапынан өзі шешер. Ал мына қонақтарымыз осы бертіндері, мен бір ол кісіден интервьюынан ба, бір эфирінен көрген кезде соны есіне түсіріп айтып отыр. Міне осындай жерге барған кезде ең дәмді мен жеген шелпегім, ең дәмді мен жеген тамағым дейді. Осындай ауылда, осындай жерде осындай оқиға болған деп ол соны айтып отыр. Міне мұны туризм дегеніміз, ол яғни ауылға келген кезде бұл жерде екі момент, опять же, ауылдың тұрғыны оны жеткізе білу керек. Яғни сізге қарапайым нәрсе, күнделікті істеп жүрген нәрсе басқа бір азаматқа қызықты болуы мүмкін. Ол оған тың дүние, ол оған ақша төлеуге дайын тұр. Сіз соны түсіне біліңіз, одан ақша таба білуіңіз керек. Ал туристке әрине оның өзі бір расында да бір қызықты бір оқиға, оның өмір бақи есіне түсіп, мен әлі күнге дейін оны бір қалай жүгіргенім әлі есімде, міне қазір айтып беріп, әрбір ұсақ-түйек детальдеріне дейін айтып бере аламын қалай болған. Оның өзі қызықты оқиға. Жалпы менің түсінуім бойынша қазір ауылда бизнес, яғни кәсіп ашу үшін көп нәрсе қажет емес. Үйіңіз бар. Енді былай түсіндіріп өтейік көрермендерге. Ауылдағы туризмнің біз жалпы қазір қонақ үйлер деп жатырмыз, болмаса өзіңіздің үйіңізден қонақ үй ашу мәселесін көтеріп жатырмыз. Сіздің үйіңіз бар делік, сізге жаңағы Данияр сияқты білікті мамандар үйіңізді қарап, грант болса алып беруге көмектессе, одан кейін үйіңіз дайын, сіз де оқытылғансыз, сіз де қазақтың тамақтарын жасай аласыз. Енді Алмас, сізге сұрақ. Үйіміз дайын, оқытылдық, грантымыз бар, ал туристті қайдан табамыз? Туристерді қазіргі кезде жаңа сіз бөлдіңіз, сосын турист деп бөлейік, сосын қонақ деп бөлейік. Қонақты да туристті де қалай тапсақ болады? Оған жарнама қажет па? Болмаса бір маркетингтік құралдар қажет па? Болмаса сіз оны өзіңіз ұстап алып барасыз ба? Қалай жасаймыз? Нақты айтқан кезде, қазіргі кезде қонақтарды тасып жатқан компания ауылдық туризммен айналысып жатқан компаниялар жоқ деп айтсақ болады. Жоқтың қасы. Жоқ десек болады. Мысалға 1000 компания болса Қазақстанда, содан 1-2 компания бар ауылға тасып жатқан, мысалға айтқанда. Жоқ, ауылдық туризммен айналысқысы келетіні. Біз мысалға айтқанда өзіміздің ана жылғы зерттеулерімізбен қанша адамды үйреттік, сол адамдардың біреуі
жәнегі ірімшік көрсете алады пісіруді, біреу қонақ қабылдай алады. Осы Астанаға келіп туркомпаниялардың бәріне сол ақпаратты бердік. Осындай міне Ақмола облысында өңірінде, ана өңірде, мына өңірде бар деп. Соған әлі апарған компания көрген жоқпыз, ауылға апарып жатқан компанияларды тасып. Алматы облысында ғана Сәттіге апарып жатыр, Сәтті ол жақтарда да. Ол жақта да былай айта кеткенде ауылдық туризм бар деп айту қиын ол жақта да. Ол жақта қонақ үйлер ғана бар, қонақ күтетін. Мысалға және блогерларды айтып жатырсыздар ғой. Бізге осы жазда Ресейдің атақты блогері келген, Дудь келді. Мысалға соны күтіп алған Қазақстанның әйгілі тобы, әнші топ күтіп алды. Ең керемет жерлерге апарды, 3 күн күтті, көрсеңіздер. 3 күн бойы олар бешбармақты айтты сол күні. Бешбармақ бізде ең дәмді тамақ, деп. Ауылда ең туристер көп жерге апарды, ең туризм дамыған жерлерге апарды. Сәтті ауылы ең дам. Сол ауылдарға барып тұрып, бешбармақ ауылдан бере алмады. Ол енді біздің ауылдық туризм деңгейін көрсетеді. Ал енді қазіргі кезде солтүстік Қазақстанда, мысалға орталық Ақмола облысын айтсақ та, солтүстік Қазақстанда айтсақ та, ол жақта ондай жанұялар бар. Қонақ қабылдап жатқан. Ең қызығы бізде қазір туркомпаниялар бір күндік бұл ауылдық туризммен қазір қандай компаниялар? Демалыс күнгі турларды ұйымдастыратын компаниялар ауылға тур апарады. Ауылға апармайды олар. Ауылды аттап өтіп, қасындағы әдемі жерді көрсетеді де, сол 500 теңгесін ауылға қайтарғанша қалтамызды алып қалайын дейді. Алып қалып жатқан адамдар бар. Тур операторларға құлақ қағыз болсын, егер сіздер демалыс күндерінің жаңа күнтізбесін жасап отырған болсаңыздар, ауылдың тек қана әдемі жерлерін ғана көрсете бермей, ауылдың ішкі өмірін де көрсете білуіміз керек. Ол қызық, қонақтарға, туристарға өте қызықты. Сіздер бірлес апарып көрсеңіздер, екінші кезде ол жаққа сол қонақтар басқаларға да қызықты болады. Жәнегідей міне бізде осы Астананы айта кетейін, енді Астанада отырмыз ғой. Астанадан Ерейментау өңіріне, қазір Ерейментау ауданы ең қызықты ауданның бірі, туризмді дамытуға болатын ауданның бірі. Бірақ ол жерде жергілікті әкімшілігі туризм дамытуға ешқандай ықпал бермейді, кедергі жасайды, шыны керек. Енді айта кетейік. Бұл жерде Сілеті шатқалы бар. Атын айтыңызшы, әкімнің атын айтыңыз. Және Қызылкөл, Роза озері дейміз ғой, әйгілі болған Қызылкөл. Бәрі бітті дейді. Енді жаман қылды, бірақ оны біз халыққа көрсеткен біз апарып көрсеткенбіз, бізге халық қарғысын талай айтты сол үшін. Неге Қызылкөлді сендер көрсеттіңдер, неге туристерді апардыңдар деп. Біз басында апарған. Бірақ біз апарар алдында жергілікті әкімшілікке бардық. Әкімшілікті ертіп бардық, сол жерде көрсеттік. Міне мынау сіздердің Қызылкөлдеріңіз, туристер көбейеді, біз бүгін оны жарнамалаймыз. Бірақ біз сіздерден сол жерден 3 кәсіпкер таптық, 3-ке бөлек. 3 қазақ үйін қойсын, 10 волонтер дейміз ғой, 10 волонтер қаладан студенттер тапты көмектескенге. Осыны жасайық, рұқсат беріңіздер, бастайық дедік. Олар рұқсатын бермей қойды, біз көрсеттік, енді сондай дәрежеге жеттік. Қазір Ерейментау ауданында Сілеті шатқалы бар, әйгілі қазір аты шыққан. Бұйра тауымыз бар, шығып жатқан. Ортада Торғай ауылы бар, тура сол жер Торғай ауылы. Торғай ауылында жәнегі апамыз бар, атамыз бар, аяқ киім, қамшы, бөрік тігетін, ірімшік жасайтын Сыроделкин деген бір компания, орыстың жігіті, кішкене жанұя. Олар қонақ қабылдайды. Ірімшіктің 4 түрін жасайды. Европада оқып келген ірімшіктің дегустация дейміз ғой, жасаған кезде көрсетіп бәрін жасайды, қонақ қабылдайды. Біз онда о жаққа өтірік айтпасам 20 компания туроператорлар апарады, бірақ ешқайсы жәнегі ауылға кіріп кетпейді. Бірақ компания бар, апарып кіргізіп жүрген. Енді ол енді әркімнің жауапкершілігі әрине. Ол тур пакетке де байланысты. Тур пакетке соларды кіргізіп отырсақ, біздің тур компаниялар әлі оған жеткен жоқ. Ауылдық туризмді қызық көріп отырған оларға біріншіден тур компанияларының өкілдеріне жеткізсек, ауылдық туризммен айналысса, ауылдық адамдарды тур пакетке қосып отырса, қызықтырақ пакет болып шығар еді, тур пакет шығар еді. Бұл жерде алмас. Үшіншіден біздің біз енді ауыл қауымдастығын біз айналысып жатқан, біз бүкіл карталарға, Google картамыз бар, Яндекс бар, туристер қабылдайтын карталарға жәнегі ауылдардың тұрғындардың точкасын көрсетіп, толық сол туралы ақпаратты қойып жатырмыз. Ақпаратпен, ол ақпаратты толық біз 100% ақпаратты қойып, бәріне бәрі көре алатындай деңгейге жеткізіп жатырмыз. Сол ақпаратпен ғана барып жатқан сирек адамдар бар, былай айтқан кезде. Ал жаңа тур компаниялар тасып жатқан адам әлі көрген жоқпыз. Бұл жерде енді әркімнің ойы өзінде ғой, мысалға әркімнің жұмысы өзінде деп ойлайды да. Мысалға қазірге біз туркомпаниядан сұрасақ, туркомпания айтады, мен ауылға келсем ол жерде дұрыс ұсыныс жоқ дейді. Ал ауыл айтады, мына жаққа мен қазір қалай істеймін, оны туркомпания келіп жатқан жоқ дейді. Оны біреу бастау керек.
бұл жерде немесе ауылдың тұрғыны барып туркомпаниямен келісу керек. Міне, сен маған кісілерді алып кел, мен осылай жасайын. Немесе туркомпания келу керек ауылға. Мен саған адамдарды алып келем, бірақ сен осындай жұмыстарың жаса деп. Мысал ретінде айтып кетсем, мысалы жаңағы ірімшікті айтайық да, шығыста бір қонақ үй бар, сондай үйіне келген кезде жігіт, сол үйдің иесі, ол өзі ірімшік жасайды, сыр жасайды. Романды айтып отырсыз. Иә, роман. Оған келген кезде оның романның екі мүмкіндігі бар. Ол сырды сату мүмкін, да? Бірақ ол сатпайды. Ол сатады, бірақ ол тек қана сатпайды. Ол қосымша интерактив дейді ғой, енді былай қосымша адамды өзіне тартудың амалын тапты. Сіз келесіз, оған ақшасын төлейсіз. Ол сізбен бірге ана сырды жасайды, үйретеді, көрсетеді қалай сыр жасайтын. Одан кейін сіз еще ана жасаған сырды сатып алып кетесіз. Міне, ол адамды қызықтырып, бірақ соның арқасында қосымша ақша табудың көзі. Жәнегі роман дегеніміз бөлігіз, романдың ауылы, айта кетейін, Риддер қаласы Қазақстан шетінде тұр, ал олардың ауылы 44 шақырым жол жоқ. Ол ауылға жеңіл машинамен бару мүмкін емес. Сол ауылда ірімшігін жасап, білесіз бе, келісі қаншадан сатады? 14,5 мың теңгеден ірімшік сатады. Сол қалмайды ода, 14,5 мың теңгеден. Ол европалық емес, ол ешқайда 14,5 мың теңгеден қалдырмайды, алып кетеді. Қазір барма десек, біраз ғана қалды дейді, ана жол барсақ біз барсақ. Ол қандай ірімшік? Кәдімгі ірімшік. Ол адам өз-өзін сата біледі, көрсетеді, қолдан жасалған ингредиенті бар, жақсы, енді стандартпен пісетін уақыты бар, 2 ай, 1 жыл ұстайтын бар. Бірақ ең арзаны, бірақ ең арзаны 4,5 мың теңге. Бірақ 14,5 мың. Бірақ біз барсақ 14,5 мыңдықты алып бітіп кетіпті, ең қымбаттарын алып кеткен. Қатыркөл жаңа айтып отырмыз, Қатыркөлде сыр пісіретін жігіт бар. Мен өзім біз жаққа қонақ келген сайын сол жерге апарамын, көрсетемін. Ол өз жігіт болса орында. Адамдар ол жерде сыр сатып алу үшін келмейді. Көбінде ана сол Руслан деген жігіт бар, соны көру үшін келеді. Руслан болмаған кезде адамдар көңілдер түсіп сатып алып қайтып кетеді. Ол болған кезде ол түсіндіреді, анан қалай істегенін бәрін көрсетеді, адамдарға сол қызық. Русланмен міне бұйырса бізде қонақ қабылдайтын жерін көктемде салам деп отыр. Және Соколов деген ірімшік пісіретін компания, өзі Руслан деген 4 жыл болды, 16 жылдан бастап 5 жыл болды айналысып жатыр. Енді бұйырса енді сол ауылмен біз жәнегі Қатаркөл ауылымен жұмыс бастап жатырмыз, кеше күннен бастап. Кеше барып көріп, қалайынан қабылдау керек, қалай. Бұйырса енді бірінші рет туристарда ана кәдімгі тур операторлар апаратын, келесі аптада бірінші тур операторлар соған Соколовқа таси бастайды. Ол бұрын қонақ қабылдаған, бірақ енді біреу звондайды, таныстар арқылы 2-3 адам ғана солай-солайынан. Ал енді ұйымдастырылған топты бірінші рет бұйырса міне осы сенбі күні қабылдайын деп, алдыңғы сенбіде келесі аптада қабылдап бастаймыз деп. Міне қараңызшы, жаңа Данияр айтып жатыр ғой, немесе ауыл туроператорға бару керек, болмаса туроператор ауылға келу керек деген сияқты. Осы жерде міне сіздердің рөлдеріңіз осы жерде сияқты. Мысалы, сіз туроператорға барып айтасыз, білесіз ба, ана жерде осындай 44 километр жерде осындай жақсы сыр сататын жаңағы біздің кәсіпкер бар. Давай сіз осы жерге алып барасыз. Мүмкін мен ойлап тұрғаным, мысалы мен өзімді қойып көрейік, мен өзім негізі Оңтүстік Қазақстан облысынамын. Егер Оңтүстік Қазақстан облысынан осындай бір қонақжай ашайын, сіздер маған грант бердіңіздер, менің үйімді әдемілеп жасап қойдым, қонақ күтуге дайынмын, бірақ қонақ жоқ болса не істеймін деген сұрақ қой мендегі енді. Сондықтан сіздер мысалы продвижениемен, оны қазақ тілінде айтқанда ілгерілетумен айналысатын сіздер сияқтысыздар. Мысалы, міне Дананың осындай жері бар, сен туроператорсың, давай сен осы жерге қонақтарды шақырасың. Мына жерде қараңыз, біз осындай бір байланыс жетпей тұрған. Біз оны апарып жатырмыз. Қазір біз адамдарды үйретіп, біріншіден олар қозғау үшін адамдардың өзі ықпал беру керек. Біз оларды барған кезде үйретеміз. Соцсет, Инстаграм бар, Фейсбугымыз бар. Оны адамдар өзі жүргізу керек. Интернет жоқ болса да, Поперечке жаңа айтып жатырмыз ғой, Роман деген ауыл жерде. Ол жерде интернет жоқ. Ол жерде даже мына телефоныңыз ұстамайды. Оны жүргізе бастау керек. Біріншіден адамның өзі. Сосын кейін менің өзімнің қызығушылығым болу керек. Адамда қызығушылық болу керек. Адамның өзінде қызығушылық болмаса, ол адамды ары қарай итермелеу қиын. Сосын кейін тағы да бір ауылдың атын шығаратын, тағы да әр ауылда бір сондай, қазір бәріміз Инстаграм мен Фейсбукта отырамыз. Одноклассникіміз бар, көп қой енді. Ауылда бір адам болу керек жүргізетін. Ауылдың атын шығарып отыратын. Ауылда не болып жатқан, сол ауылға қызықшылық туу керек. Қалай дегенмен қызығушылық туып адамдар ниеттенбесе, және туроператорды апару қиын. Мысалы, біз енді өзіміздің үйретіп жатқан ауылдарды тастап кетпейміз, біз туроператормен істеп жатырмыз. Біздің туроператор ол жерге 100% адамдарға апарып, басқа туроператорлар қосылмағанша, біздің туроператор істейді ол жермен. 100%. Басқа операторлар қосылған кезде, біздің туроператор басқа ауылдарға кетеді, басқа ауылдарға. Мысалға, Имантау ауылын ана жылы алайық, Имантау ауылында өмірі
топ 10-ға кірсе де Имантау ауылына топ 10-ға кірсе де қазір біз сол топ 10 деген мен өз басым түсінбеймін әлі не қылып екен, не нәрсе екен ол топ 10 деп аталады, бірақ Имантауда кірген топ 10-ға, Имантауға не жасалды топ 10-нан? Оның негізгі аймақ қой былайша. Иә, оның негізгі аймақ не жасалғанда өз көзім әлі көргенмін. Мен де Имантауға міне осы жолда барып келдім, тағы да жарты жыл болмағандықтан тағы да барып көрдім, не болды екен әлі көр. Бірақ сол Имантау өмірі қыста, күзде, көктемде турист қабылдап көрмеген, жазда ғана қабылдайтын аймақ. Біз жәнегіде адамдарды барып күзде оқыттық. Енді сол үш мезгілде ана жылы 1,5 мың адам қабылдады. 1,5 мың адам қабылдады. Ешқашан турист қабылдап көрмеген қысыр. Жазда емес. Күз, қыс, көктем арналарын. Жазда о жаққа істеп қажет, жазда адам толады. Жазда бәр жер, ол жерге шомылатын жері бар, көлі бар, адам толады. Туроператор да апарып жатыр. Енді міне осы күзден қайтадан 1-2 туроператор бұйырса адамдарды апарамыз деп отыр. Сол адамдар туроператорлар апарса, біз ол жаққа істемейміз. Біздің туроператор басқаға қосылады, басқа ауылдарға. Істемесе, жәнегіде біз еріксіз ол жаққа тағы да адам таси бастаймыз. Өйткені адамдарды тастап кетуге болмайды. Олар бастады ба, ары қарата жүргізе беру керек. Үміт үзілмес үшін, сену үшін. Тәжірибесін ұмытпау үшін. Бұл жерде түсіну керек, кез келген ауылда туризм жасай салу мүмкін емес. Бірақ көбінде жасауға болады. Ауылдардың көбінде. Немесе сіздің ауылыңызда бір жаныңызда бір қандай ауыл? Қандай ауыл болу керек? Сіздің ауылыңыздың жаныңызда бір әйгілі бір белгілі бір туристік объект болуы мүмкін. Мысалы тау болуы мүмкін, әдемі адам білетін, немесе білу керек болатын, немесе бір көлі болуы мүмкін. Немесе сіздің ауылыңыз сондай объектіге барудың жолында тұр. Бар жатқан кезде жолда тұрса, мен келіспеймін. Енді ол менің біз міне мәдениет ауылымен жұмыс жасағалы жатырмыз. Бұйырса міне жұмысымызды бастап, көктемде бастағанбыз. Қазір қайтадан қоқсағып, біз ол ауылды мәдениет ауылында 100% қазақи ауыл. Біз ол жерде қазақтың мәдениетін, тілін үйрететін ауыл бастағалы жатырмыз, туристермен апарып. Ол жерде былай айтқанда ол Бурабайдың шетінде жатыр. Ол жаққа адам бар, жол барады, ары қарата жол жоқ, бітіп қалады жол. Сол ауылды мысалға айтқанда ол жерде нақты бір объекті де жоқ туристік. Бірақ жәнегіде адамдары бар, ниеттері бар. Оларда дәстүрі бар, қазақша алып қалған қазір көрсете алады, үйрете алады сол дәстүрге, тамағы бар, жасай алатын, үйінде қабылдайтын адамдары бар. Сол ауылды, біз сол ауылды сондай мен туристарды солай қабылдасақ. Мен жаңа объект жақын деп отырғаным, мысалы жаңа мәдениет ауылын алатын болсақ, оның өзі Бурабайдың жанында тұр. Ол жерге адам бармайды ғой. Мәдениет ауылына өмірі турист барып көрмеген, қонақ барып көрмеген. Жоқ, сонда да Бурабай дегеннің өзі мысалға уже поток бар да ол жаққа баратын. Бурабайдан көп адам шаршады. Мен өзім сол жақта тұрамын, соның маңайында тұрамын, бірақ жазда келетін адамдардың көбі уже Бурабайдан емес, маған қанша таныстарым келеді, басқа бірдеңе көрсетеді, басқа жаққа барайықшы деп. Мысалы қазір Макинск деген қала бар, кішігірім, мен сол жақта тұрамын. Сол жерге көп адам келеді, жай ештеңе емес, жай келіп қонып, сол жерден бірдеңені көріп, бірдеңені жеп қайтып кету үшін келеді. Мен соны айтайын дегенмін. Мысалы жаныңызда бір поток өтуі мүмкін. Ол енді былай енді оны былай оның бір нақты критерийлер болмайды. Просто қай ауылда болады, қай ауылда, оны просто бір түсіне білу керек, адам өзі сезіне білу керек. Немесе оған қатты сену керек. Қатты сенсе, ол бір нәрсенің бір ерекшелігін істесе, мысалға Ұлан ауданы, Шығыс Қазақстанда мысалы Ұлан ауданы бар. Сол жерде ауылдың атын ұмытып тұрмын. Сол жерде біздің қандастарымыз қай елден қайтып келген екенін есімде жоқ. Сол жерде олар жаңағы үйде бүркіт ұстайды, ағамыз бүркітші, жеңгеміз сол жерде тамақ пісіріп, ірімшік жасап, сөйтіп өздері жай сонымен өздерінің күнделікті өмірін сүріп сондай тіршілігін еткен. Қазір осы соңғы жарты жылдың ішінде жаңағы Өскемен жақтың жаңағы туризмнің маңайында туризмде жүрген азаматтарымыз, сол азаматтарымыздың бірі Мұхтар ағамыз сол жердің ауылдың сондай адам бар екенін біліп, соларды тауып, оларға түсіндіріп, не осылай жұмыс істейік, мен сіздерге кісілерді алып келемін деп, қазір ол жерге адам уже бара бастады. Яғни сіз бір нәрсені жақсылап істесеңіз, оны ерекшелігін білсеңіз, ол бүгін болмасын ертең сізге біреу келеді, оған да уақыт жетеді. Ал егерде жаңағы бағанағы мен сұраққа жауап беріп кетейін, кім бұмен айналысады деген, біз өзіміз қор ретінде, біз коммерциямен айналыспаймыз, біз үшін ол бизнес емес, біз үшін ол ауылды сақтап қалудың бір инструменті. Біздің жағдайда әрине біздің мүмкіндігіміз жеткенше біз кеңеюге, ұлғаюға тырысамыз, бірақ әзірше өзіміздің 4 аймағымыздың біреуі таза туризммен айналысады, біреуі жартылай туризммен айналысады деген өзіміздің мақсатымыз бар. Біз бұл жерде қалай істейміз? Мысалға ауылды анықтаймыз, өзіміздің мамандарымыз бар, мысалы мына ауылға көмектесейік деп, бұл ауылда туризм болуы мүмкін деп.
Алматыдан, Астанадан турфирмалармен сөйлестік. Шетелдік турфирмаларға да тіпті неме жасадық, запрос нақты ауылға алып келетін, осы орталық Азияға алып келетін турфирмалар бар. Соларға қандай талаптарыңыз бар, не болу керек, мысалға, сіздердің туристеріңіз үшін тіпті үйде су болу керек, мысалға, былай емес енді, су, мысалға, бөлмеде су тұру керек пе екен, төсектің жанында розетка болу ма екен, сондай бір кішігірім бір ұсақ түйек өздерінің бір талаптары болса, солардың ішінен бір универсальный бір талаптарды қарап, сол үйлерді соған келтіріп, бірақ біз сұраған, мысалы, турфирма ол талапты айтты ма, біз оны орындасақ, онда ол турфирма білетін, ауылда мынандай үй бар, оған апарсам ұят болмайды, менің туристерім, қонақтарым жақсы бір сапалы қызмет алады деген. Ал егер енді жай бір ауылда істеймін, осы туризммен айналысайыншы деген азамат болса, оны мен өзімне ағамыз Зайсан қаласының жанында тұрады, кішігірім ауылда, сол жерден бір өзінің кішігірім хозяйствосы бар, осы жақын арада барып қайттым. Сол кісі айтады, мысалға, мен өзімнің кішкентай бір водоем жасап сол жерден дейді, өзеннен кішкене ұлғайтып балық өсіргім келеді дейді. Сол жерден бір кішігірім үй салып қонақ күткім келеді дейді. Ол өзі оған біліп тұр. Ол жерде облыс орталығынан 500 шақырымдай жер, 400 шақырымдай жер, 400-ден астам шақырым жер. Ол жерге, мысалға, ол өзі оған жетті, ол өзінің ойы, өзінің сана сезімі оған жетті, ол оған сеніп отыр, олай болатын. Ал егерде ол сенсе, адам егерде бір идеяға, бір жобаға қатты сенсе, оның іске асырудың жолдарын ол табады. Біз секілді қор болмаса да, алмас болмаса да, қазіргі кезде Қазақстанда ақша табудың, яғни грант алудың, көмек алудың мүмкіндігі көп. Мысалға, қазір ғана ДКБ дейді ғой, дорожная карта бизнеса, жол картасы ма, бизнестің жол картасы 500 мыңдық гранттар береді. Жай ғана оқып шығуың керексіз. Ол жерде жақсы оқуы бар оның, ол Атамекен арқылы ғой, қателеспесем, іске асырылады. Кәсіпкерлер палатасы. Ол жерде бір белгілі бір курстарды оқып шығасыздар, ол жерде салық төлеудің барлығын түсіндіріп береді, көрсетіп береді. Одан кейін сізге, егерде комиссияның алдынан қорғап шықсаңыз, 500 мың теңге. 500 мың теңге деген үйге кішігірім ремонт жасап, бір төсек жабдық ыдыс-аяқ алуға бірінші кезеңге тіпті жеткілікті ақша. Ол жетпесе, ары қарай оның келесі программасы бар, 5 миллионға дейін грант береді. Оған да қатысуға болады. Егерде ары қарай дамып уже шыны керек, бұлар ауылдық өнеркәсіпке береді. Ауылдық өнеркәсіпке. Біз былтыр Шығыс Қазақстанда Катонқарағай ауданынан, сіздер бір ауданды ғана айтып отырсыздар ғой, бір аудан мәселесі. Мен республикалық мәселені айтып отырмын. Сіздер бір аудандық. Өйткені біз сол ауданмен айналысамыз. Басқа аудан болса да болуы мүмкін. Біз сол ауданда 11 адам грант алды. Сол ауданнан туризмге 11 адам грант алды. Бұл ауылдық туризм мәселесіне мысалға айтқанда бізде қазір туризм министрлігі жоқ қой. Мысалға айтқанда бір компаниямыз бар, ол компания шамасы жетпейді. Бір министрліктің шамасы жетпейді ауылдық туризммен. Ауылдық туризмға ауыл шаруашылық министрлігі, білім министрлігі кіріспегенше, тағы экология министрлігі бар. Солар кіріспегенше толық көмектесіп ауылдық туризмді дамытуға. Бір ұлттық компания ештеңе істей алмайды ауылдық туризмді дамытуға. Бұған бәрі атсалысу керек. Жергілікті әкімшіліктен бастап, солар жергілікті әкімшілік пен ауыл шаруашылық министрлігі, өкіметіміз қашан түсінеді, ауылдық туризм ауылдың тұрғындарына, ауылдың дамуына үлкен ықпал беретініне түсінсе, ауылдық туризм ойлаймыз сол кезде ғана қозғалады. Әйтпесе сіздер бір ауданда істеп жатырсыз, біз бір ауданда әйтеуір ақырын біз осылайынан жүре береміз. Мысалға, Белоруссия неге орнынан қозғалды? Неге олар 17 жыл ішінде бірінші орынға Европаға жетіп алды? 200 жыл Европа туризммен, ауылдық туризммен айналысып жүрген Европа, Белоруссия озып кетті. Өйткені олардың елбасы нақты айтты, Агробелбанкқа ауылдық туризмға грант беріледі, кредит беріледі. Өйткені ауылдық туризммен айналысатын адамдардың нақты айтқанда жері жоқ, қожалық сияқты қоятын жәнегідей гранттарға 5 миллион алатын жәнегі. Сіз 5 миллион деп отырсыз ғой, 5 миллион береді деп отырсыз. Ауылдық туризммен айналысатындарға бермейді оны. Ол малы болу керек, стандарты болу керек, жері болу керек қоятын деп, немесі болады деп отыр. Бір ауыл, қазір ауылдағы үйдің бағасы көп болса, оценка жасаса 2 миллион теңге. Шыны керек. 2 миллион теңге, 3 миллион теңге, 1 миллион теңге. Олар ондай гранттар алынбайды. Мен өзім әлі көрген жоқ. Мен көрдім 3 адамды осылай ауылдық туризммен айналысып жатқан, грант алған, өз басым көрдім. Және Катонқарағайда айтпай қойық, енді сіздер ол нақтылап Катонқарағаймен айналысып жатырсыздар, сіздердің компаниялар бір жермен нақтылап. О жақ алып жатыр, және 11 адам алды дейсіз, ол керемет. Бірақ жәнегідей көңіл аудармаса, оған біздің ойлаймын ауыл шаруашылығы. Мен жалпы айтайын дегенім, ол жарайды, ол 5 миллион болмай қойсын, бірақ
нақты ол адам қонақ күтем, туризммен айналысам десе, оған 5 миллион да қаражат емес. Мысалы көбінде ойлайды адамдар қонақ күтем деген айтпақшы, бұнды айта кетейік, оны егерде көріп жатқан азаматтар болса, оларға маңызды. Көбінде адамдар былай ойлайды, мен қонақ үйімде гостевой үй ашсам, қонақ күтсем, өз үйім емес, жанына тағы бір үй салып қоюым керекпін деп ойлайды. Олай емес. Келген адамға бір бөлмені босатып берсеңіздер, сол жеткілікті. Ол таза өзінің бөлмесі болу керек. Сол бөлмеде мысалы ол жалғыз тұрмаса да болады. Екі төсек пе, мысалға бір адам келсе бір төсекке жатқыз, екінші адам келсе екінші төсекке. Ол да мүмкін. Бірақ әрине келген адамға мысалы отбасы болсын, немесе бір екі адам келсе, оларға бір бөлмені босатып берген дұрыс. Ол бөлменің ішін ағартып, ауылдың деңгейінде бірақ сондай бір дүзеп қойсаңыздар, сол жеткілікті. Одан кейін көбінің ойлайтыны үйге бір анандай бір алтын хрусталь люстралар, ремонт жасап, натяжной потолок жасайм, пластиковый окна. Ол керек емес. Адамдардың іздейтіні, олар қарапайымдылық. Адамдардың іздейтіні, мына сөзді ұмытып, қазір есіме түсті айтамын. Мысалға, жаңағы опять же мен өз мысалымды айта берейін да. Катонқарағайда ашылған қонақ үйлер бар, сонда гостевой адамдар. Соларға келіп біз түсіндірдік. Үйлеріңізде аутентика болу керек. Оларда анадай үлкен бір анадай былғарымен қапталған, төсектің басы қапталған ондай төсектер керек емес, андай матрастар ондай ештеңе керек емес. Қарапайым аутентикамен жазсаңыздар деп. Мен қазір біткеннен кейін қызық болса суреттерін көрсетейін. Ол жерде қарапайым олар есік алдынан араларын алып, ағаштарды кесті. Мысалға есіктің стеннің астында мына плинтустар болады ғой. Плинтустың орнына ағашты кесіп, кәдімгідей өңделмеген қарапайым қайыңның ағашынан плинтус жасады. Оны біз оларға әрине көрсетіп айтып бердік бірнеше қонақ үйге. Одан кейін есіктің сыртында неме болады, наличники дейді да, оны да алып тастап, орнына қарапайым ағаштан былай бір жағы немесімен жасалған, өңделген, бір жағы өңделмеген, бір жағы түзу кесілген, сондай қылып наличник жасады. Төсекті қарапайым ағаштан кесіп, әрине сыртын бәрін лактап, түзеп, ағаштың бәрін өңдеп, үстіне матрасын қойып, сонда қолдан төсек жасаттық. Соның өзіне қазіргі ең негізгі адамдардың қызығатын сол үй. Одан кейін бағана айтып кеттік, міне тағы да бір бүгін ана подкасттың бойында кейбір бір ойларымды айтып отырамын үзіп. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Қызыл көл туралы жаңа айттық қой, Розовое озеро, Ол жерге сондай жағдай болмас үшін біз мысалға міне өзіміздің істеп жатқан Катонқарағай ауданында, ол ұлттық парктың аймағында орналасқан ауылдар. Ол жерге мыңдап адамдардың керегін біз қаламаймыз. Өйткені ол жерде рекреациялық өзінің немелер бар, ерекшеліктер бар ол жерінде. Ол жерге бір мыңдап адам келіп таптап шулатып кеткен бізге қажет емес. Сондықтан біз кейбір жағдайда өзіміздің стандарттарды немесе бір шектеулерді қоюға тырысамыз. Сондайлардың мысалы ретінде сіз ақшасы бар 100 адам күткен жақсы ма, жоқ әлде аз ақша төлейтін 1000 адам күткен жақсы ма? Әрине сіз азырақ адам күтіп көбірек ақша тапқаныңыз жоқ. Сондықтан ауылдың тұрғындар кейде өздерінің істеп жатқан істеріне сенбей қалатын болады. Біздің ең емес, енді бір қиыншылықтардың бірі ауылдың тұрғынына сіздің осы үйде қонақ күтуіңіздің бағасын көтеріңіз деген болған. Олар айтады, неге? Мен осынша ақша аламын, маған ол жеткілікті, ол одан артық көп төлемейді. Бізде жоқ. Қазір орташа баға біз істеп жатқан ауылдардың арасында менің қазір білуімше 17 000 теңге бір күні. Бір күні. Оның ішіне тамағы кіреді, оның ішіне жатар орны кіреді, және де сол аймақта жүріп қосымша, егерде моншаға түсем тағы бірдеңсе, оны қосымша ақылдаса болады. Соның өзінде кейбір сенбей қойған кісілер бар, әлі күнге дейін бағасы төмен. Бірақ 17 000 қойғанның өзінде кім 17 000 қойды, олар әлі күнге дейін турист келеді. Бірақ олардың өздері қазір түсінді. Мен күнінде 10-15 адам күткеннен қарағанда, мен күніне 3-4 адам күтем, бірақ оларға бар көңілімді берем, бар бүкіл ойымды, уақытын барлығын соларға арнайым. Бірақ сол кезде адам риза болып қайтады. Мен оған тамағында оған дұрыстап пісіріп береді. Ол мен есік алдына шығып бір серуендеп қайтуы мүмкін. Саңырауқұлақ деп қайтам екен. Сол бүкіл көңілін бар уақытын соған бөледі, бірақ одан сәл көбірек ақша алады. Сол кезде қаптап кету болмайды. Ол жерде яғни нақты шешім қабылдап, мен осы жерге барам деп оны бағалап келген адам келеді. Ал егерде мысалға 2000 теңгеден қойып қойсаңыз, әрине оған ол келеді, ол қонақта кетіп қалады, ол қосымша продукт болмайды, одан қосымша ақша таба алмайды. Ондайды да түсіне білу керек. Сондықтан адам өзінің еңбегін, өзінің уақытын бағалай білу керек. Ауыл тұрғыны болсын, қала тұрғыны болсын, осы жалпы туризмде айналысқан адам, әр жұмыстың, әр істің өзінің ақысы бар. Дұрыс айтасыз, бірақ бағаны тым көтеруге болмайды. Бізде адамдар әл ауқаты неге қымбат деген сөз туады ғой бәр жерде. Бізде стандарттық, біз ойлаймыз қазір елдің әл ауқатына қарап, соң ауылдың тұрмысы қанша табалады. Біздің стандарт, мысалға айтқанда, жоқ дегенде 5000 теңге жаңағы тамағымен әр адам қалтасына бере алады.
жата алады. және 17 мың теңгеге енді 17 мың теңге деген енді бізден барып жүрген туристер, қазір қыдырып жүрген туристер қалтасынан шығара алмайды деп ойлаймын. Онша мысалы мен бір аймақта сіздер енді Катонқарағай ауданында ол ерекше туристер көп баратын аймақ. Біздің аймақтардағы адамдар қазір 17 мың деп қойса мұнда біздікілеріне бармайды. 7-8 мың ондайлар да бар. Бізде 5 мыңдық. Біздің стандарт таңғы тамағы мен ауылдағы үйде қону, мысалға айтқанда 5 мың теңге. Бізде ауылдар бар, 3 уақыт тамағы мен 5 мың алатын ауылдарымыз бар. Жалпы бағаны кім белгілейді бізде? Бағаны ешкім белгілемейді. Ол жаңа айтып отырмын, әркім өзінің еңбегін, өз уақытын қалай бағалайды, соған байланысты. Мен неге мысалға айтып отырмын, әр ауданның өзінің ерекшелігі бар ғой. Мысалы оңтүстік аймақтарды қарайтын болсақ, да, жеміс-жидек ол жерде арзанырақ, да, солтүстікті алсақ ол қымбатырақ. Оны да ескере білу керек. Мен Катонқарағайдың оны да көріп отырған адам түсіне білу керек. Ол шекараның шетінде, шекарада тұрған аймақ. Ол жерде не қызанақ бағанайды, не қияр өспейді. Оны алып келу үшін кем дегенде бір 100-200 шақырым жерден оны алып келу керек. Мен адамға салат жасап беру үшін де таңертең мен оны барып алып келу керекпін. Оның бәрі қосымша қаражат. Ол жерде барлығы қымбат. Ол жерде сондықтан әр ауданның өзінің ерекшелігі бар. Әрине мысалға мен 7 мыңдық, 8 мыңдық қонақ үйлерді білемін, 5 мыңдықтарды да білемін. Ол адамның өзінің шешімі. Егер де сіз әрине мысалға 17 мыңға қойсаңыз, адам келмей қоюы мүмкін. Ал егер де сіз 5 мыңға қоясыз, адам үзілмеуі мүмкін. Оны бір тәжірибемен немесе жай сұрап көруге болады, да, халықтан қанша төлеген дұрыс. Міне ауылдық үйлерді, қонақ үйлер дейміз, ауылдық үйлердің өзі қонақ қабылдайтыны. Соларға көбінесе бізде білмеймін қайдан екен пайда болған стандарт бар. Қазақстанда стандарт болу керек деген. Бізде өз басымда біз қарсымыз стандарт деген мәселеге. Ауылдағы адамдыкін тазалығы болса, таза болса. Солды жетікті бастауға. Ол бастамай жатып, ол адам қонақ қабылдамай жатып, оның ішіндегі үрейі болады. Еще оған келеміз де, мынау стандарт болу керек, ішінде ыстық суы болу керек, мынау болу керек дегенде дұрыс емес. Ол стандартты да қайдан шыққанды білмедім. Мен бар, бірақ сондай стандарт. Мен білем қайдан шыққанды. Біздің ойымызша керегі жоқ. Бізге ауыл тұрмысы солысымен қызық. Ауылдың тұрмысы мүмкін далаға шыққан әр үйдің ерекшелігі болады. Мысалға, ауылдың ерекшелігі және үйдің ерекшелігі. Біреудің далада болса, шығатын жер, біреу үйде ыстық су бар, біреуінде ыстық су жоқ далада. Әркім талғам ол, іздеп баратын адам біледі ғой, барған кезде ананікі далада тұр. Бағасы сондықтан осыншама. Бірақ мен далада шомылғым келеді ауылға баруға, сон үйдегі душқа емес деген де бар. Тек қана алдын ала ескеру керек. Алдын ала ескерту керек, ол сол тазалығы болса, сан норма дейміз ғой, сол таза соған сәйкес болса болды деп ойлаймын да. Дұрыс қазір бастау кезіндегі бір стандартқа қою болмайтын мәс. Енді подкастымызды қорытындылай келе, менің енді мына жерде сырт сарапшы ретінде түсінгенім, кез келген ауылда ауылдық туризмді жандандыруға болады. Кез келген азамат бұл іспен айналыса алады. Тек қана керегі ынта, қызығушылық және де аз ғана білім. Егер осы сізде 3 фактор болатын болса, менің қасымда отырған осындай 2 азамат сіздерге қол ұшын беруге дайын. Енді бір ауыздан қорытындылай кетейікші, Данияр, айтыңызшы. Мүмкін бір мотивация болсын бізді көріп отырған адамдарға. Неден бастайық және де одан қандай бір пайда табуға болады? Осы мәселені қысқа қылып айтсақ. Жалпы сөзді қорытындылай келе, бағанағы өзім айтқан сөзімді қайталап өтейін. Біздің байғұс қазақ қонақ күте біледі. Өзіміздің үйге туыстарымыз келсе, құдаларымыз келіп жатса, қонақтың астынан күтеміз. Бірақ соны кәсіпке айналдыруды білмейміз. Осындай жағдайда ақша араласып кеткен кезде бізге намысы оянып кетеді. Ойбай, оны істей алмаймын, істемеймін, неге істеймін деген сұрақтар пайда болады. Сол қонақ күтуді, яғни қонақ келген кезде біз оны тек қана үйде тамақ бермейміз ғой. Кейде алыстан келген қонақ болса, біз оны бір жерге апарып демалдырамыз. Ұйымдастыру жағынан бізде кез келген адамда ұйымдастыру жағынан өзінің тәжірибесі бар. Соны кәсіпке айналдыра білу керек. Қалғанның барлығы уақыт келе шешілетін мәселе. Көмектесетін де адам табылады, кім арқылы туристерді шақыруды да табылады. Қазіргі әлеуметтік желі дамыған кезде YouTube-тың өзіне кірсеңіздер, кез келген керек білімді сол жерден ала аласыздар. Интернетқа, Google-ға жазсаңыздар, сұрақтарыңызға қажет жауап таба білесіздер. Тіпті интернеттен, мысалға Instagram-нан белгілі бір блогерді немесе бір турфирманы, жақсы жұмыс істеп жүрген турфирмаға жазып, мен осындай жұмыс атқарам, маған көмектесіңізші, біліміңізді бөлісіңізші, немесе
немесе бірлесе жұмыс істейікші десеңіздер, бірі болмасын бірі келіседі. Оның барлығы қосымша тек қана ынта керек. Сіздің жаңа айтқаныңыздың ынта керек, және де оған деген сенім керек. Оған сенсеңіздер, оған баруға ынталансаңыздар, қалған барлығы шешіледі менің ойымша. Алмас, сіз не айтасыз? Ауылдық туризммен айналысу керек. Айналысу керектігін біріншіден ол ауылдың мәдениеті мен экономикасын көтереді ауылдық туризм. Ауылдық туризммен әрқайсымыз айналысамыз, әр ауыл тұрғыны. Олмен айналысып жүрміз, және Данияр мырза айта кетті ғой, олмен біздікі ата заманнан қонақ күтуді білеміз. Бұл қонақ дегеніміз туристар қонақ дейміз ғой. Ең жақсы туысқан ғой. Мысалға жататын сол туысқанға келген сияқты жататын төсегін салып бересіз. Солай машинасының ішіне үйдегі нәрсені жинап салып бересіз. Бірақ соның бәрі үшін ақысын алып кетесіз арқасында. Оны да кетіп бара жатқанда ол қонағыңызды батасында беріп кетеді, жаңағы жақын туысқаныңыз сияқты батаңызды алып қаласыз. Бірақ жаңағыдай үлкен табыс көзіне айландыруға болады деп ойлаймын ауылдық туризмді. Данияр, Алмас, көп рахмет. Уақыт бөліп осындай актуалды мәселені біздің студияда талқылап, көрермендерімізбен бөліскендеріңіз үшін, білімдеріңізді айтқандарыңыз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта шынымен де елімізде туризм, оның ішінде ауылдық туризм дамиды деген бір зор сенім бар. Ал бізді көріп отырған көрермендер, егер дәл осы тақырып сізді қызықтырған болса, біздің онлайн академияда жаңа сабақтарға жазылып, осы саланың барлық ақпаратын осы онлайн академиядан тегін алуға мүмкіндік бар. Онысы тегін. Бүгінге осы келесі туризм тақырыбын талқылауда осы жерде кездескенше сау болыңыздар.